Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ачы болып шығатын әрі қыста қою тағамдармен жегенге керемет тәбетіңізді ашатын осындай аджиканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сонымен қатар менің каналымда қиярды өте қытырлақ етіп осылай тұздаудың, қиярды ерекше етіп қызанақ согында тұздаудың және құрамында ешқандай артық қоспасы жоқ 100% табиғи томатты жасап қысқа сақтау тәсілінде көрсетемін. Аджика жасау үшін бізге қызанақ, болгар бұрышы, қалауыңызға қарай укроп, ащы қызыл бұрыш және сарымсақ қажет болады. Қызыл бұрышты өз қалауларыңызға қарай аз немесе көп етіп сала берсеңіздер де болады. Мен 3 бас сарымсақты пайдаландым, барлығын дерлік осылайша ашып дайындап алдым. Қызанақты да ет тартқыштан өтетіндей етіп, кішкене ұзынша бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Бұл жерде менде 3 килограмм қызанақ бар, барлығын кесіп дайындап алдым. Енді ащы қызыл бұрыштың басын осылай алып тастайтын боламыз. Ішіндегі дәндеріне тиіспейміз, тек бас жағын ғана алып тастап, дәндерімен бірге ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 9 дана ащы бұрышты қостым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай 2 немесе 3 қоссаңыздар да болады. Мен қатты ащы болып шықсын деп 9 данасын бірден қосып жібердім. Мен аджикаға өте керемет дәм беру үшін кішкене укроптан қосып жіберемін. Укропты да барынша ұсақ етіп турап дайындап қойдым. Көкөністеріміздің барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Алдымен мен қызанақты барлығын дерлік ет тартқыштан өткізіп алдым. Оның артынан сарымсақ, болгар бұрышын және ащы бұрышты өткізіп дайындап қойдым. Ет тартқыштан өткізілген көкөністеріміздің барлығын дерлік қайнататын арнайы ыдысымызға құйып аламыз. Мен ең алдымен қызанақтардың барлығын құйып алдым. Оның үстінен болгар бұрышын қостым және ащы қызыл бұрышты да қосып алдым. Енді оттың астын барынша етіп қатты қойып, бір қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін бетіне кішкене көбіктері шыға бастайды. Осы кезде барлығын жақсылап бір араластырып, оттың астын баяу етіп қоямыз. Баяу отта 45 минут қайнатып аламын. Асты қатып қалмас үшін әрбір 5 минут сайын қозғап тұру қажет. Осымен біздің қызанағымыз 45 минуттай қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене қоюланып, қайнай келе азайып қалған осының үстінен жаңағы ет тартқыштан өткізіп алған сарымсақты қосамыз. Кішкене араластырып жіберіп, тұз қосатын боламыз. Тұзды дәміне қарай қосасыздар. Мен 2 ас қасық толтырып тұзды қосып алдым. Оның үстінен сұйық май қосамыз. Мен 100 граммдай сұйық майды қосып, тағы бір жақсылап араластырдым. Осы күйінде 15 минуттай тағы кішкене баяу отта қайнайды. Қайнап болғаннан кейін бетіне ең соңында укропты қосып, 5 минуттай тағы бір қайнатып аламыз. Осымен аджикамыз дайын болып шықты. Бір жақсылап араластырып, ыстық күйінде суытып алмай, банкамызға құйып шығамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай түрі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Қыстың күні қою тағамдармен жегенге тәбет ашатын керемет аджикамыз дайын болып шықты. Арнайы алдын ала стерилденген банкімізге барлығын дерлік құйып шығамыз. Енді аузын жақсылап жау керек болады. Ішіне ауа кіріп кетпейтіндей етіп, жақсылап аузын жауып шығамыз. Төңкеріп бетін жауып бір тәулікке қоя тұрамыз. Одан соң орын-орнына жайғастыра берсек болады. Осымен біздің аджикамыз дайын болды. Достар, мен каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қысқа сақтауға арналған түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.